Арғымақ сені сақтадым, құлағын сені серек деп, азамат сені сақтадым, бір күніме керек деп. Қадырлағайын армысыз, эфирде хабар көзқарас бағдарламасы. Мен бүгін эфирге мемлекет және қоғам қайраткері Төлеген Қуанышты шақырып отырмын. Төке, қош келдіңіз. Сіз мәжіліс депутаты болдыңыз, ғұмыр бойы осы мемлекеттік қызметте негізі саналы ғұмырыңыз. Оның алдында ұстаздық, қазір де сол ағартушылық саласында жүріп жатырсыз. Қандай бұйымтаймен келдіңіз бізге? Біріншіден мынау сіздердің редакция ұжымдарыңызға және өзіңізге бүгінгі хабарға шақырып, көзқарас хабарына шақырғандарыңызға өзім шынайы алғысымды білдіремін. Екіншіден бір бұйымтайым бар. Міне мынандай жуырда ғасыр саңлағы Дина Нұрпейісова атты бір жинақ шығарылған. Осы жинақты өздеріңізге алып келіп отырмын. Бұл жинақтың басында 160 жылдығына байланысты шыққан алдында. Қазіргі кездерде соңғы деректермен толықтырылып шығарылған еңбек. Бұл кітаптың бір ерекшелігі, міне Дина шешеміздің 24 күйі QR кодқа жазылып, оны қолыңызда қалта телефоныңыз болатын болса, қай жерде болмасын тыңдап естіп білуге болады. Қазіргі көрермен, біз заманымыз өзгерді, жастар әсіресе. Бәрін тексеру керек, көп хайып ұстайтындар бар, мақтана беріңдер. Тексеріп көруге бола ма өзі? Неге болмасын? Көріңіздер. Қазір мен телефонымды ұстайын. Алтын қордан алынған Дина шешеміздің өзінің орындауында бірнеше күйлері бар. 24. Міне қадірлағайын, қарап алыңыздар, мен QR кодқа салдым. Қазір қай күйін, Дина Нұрпейісінің өзінің орындауындағын тыңдап көрейік, өйткені ол кісі менде мысалға бүкіл қазақ халқының мақтанышы болды ғой. Партия, Совет одағы да керемет жақсы. Міне қараңыздар, мен қостым QR кодқа. Енді қазір басайын. 13-шісі жаса партия деген. Мына жерде тұр, жаса партия. Көрдіңіз ғой міне? Бірден мобиль телефонында ойна келді. Микрофонына жақындатайын, міне көрдіңіз ғой. Бұны Дина апамыздың өзі орындап отыр. Сол кезде жазылып қалған, соны оркестрмен бірге. Сіз соны бәрін тазалап, бүгінгі заманын өшіреміз. Міне, қадірлағайын. Кітап шықса, осылай шығу керек. Қазір елімізде кітап көп шығады. Бірақ ол мазмұнды, мәнді болу керек. Ғасыр заман талабына жауап беру керек. Бұған қанша еңбектіңіз кітапты шығаруға? Бұл кітапта енді біріншіден үйдегі мұражайлық жинақталып қалған деректердің негізінде. Хабардың мұражайына қоямыз, қадірлағайын. Хабардың мұражайында осындай кітап көп. Егер Қазмедиаға келсеңіз, кіре берісінде өте көп кітап тұр. Сол жерде, егер келесеңіз, осы ғасыр саңлағы Дина Нұрпейісованың кітабын тауып аласыз. Рахмет сізге, Төке. Айта беріңіз. Бұл кітаптың негізінде енді үйдегі мұражайлық деректер және де соңғы жазылған бұрын соңды баспа сөздерінде жарық көрген еңбектер Ахмет Жұбанов атамыздан бастап бер жағында мынау күйші Қаршыға Ахмедияров, Карима Сахарбаева, Айгүл Үлкенбаевалардың Дина шешеміз туралы жазған мақалалары негіз болды. Және де өзімнің кеңінен бір жазған мақалам, ол енді мынау өмір тіршілігі, ортасы, өнегесі және де туып өскен жері туралы кәдімгідей мағлұматтар енген бұл кітапқа. Жалпы сізінде бір жағынан туысқандық бір себебіңіз бар ғой? Бұл кісі менің туған анам Дина Нұрпейісованың Жұрымбай деген баласының қызы. Яғни менің нағашы шешем. Төлеген мырза, енді мына өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Бұлар енді біздің идеологтарымыз еді ғой. Шын айту керек, далада қазақ, киіз үйде осы күйшілер, жыраулар келіп, идеологиялық жұмыс сақтап отырған осы мынау Алтайдан Атырауға дейінгі құс қанаты талатын ұшса, жерімізді сақтап қалуда, батырларымыздың жаңағы білек күшімен алға шабуында сөз, жүректі құдіретпен ұстаған осы кісілердің күйі, мысалға жаралы батырлар жатқан кезде кеп жанына домбырамен күй ойнағанда, олар көтеріліп, қайтадан отанды қорғауға, отан сүйгіштік рухқа тәрбиеленді емес пе? Осыны көтердіңіз бе сіз? Әрине. Күй дегеніміздің өзі бұл қазақ халқының төл өнері ғой. Ал енді бұл тұнып тұрған тарих,
бұл тұнып тұрған кәдімгі тәрбие, өнеге. Күй саласымен айналысып, домбыра тартып, күй шығаратын адамдар, ол жалпы енді кәдімгі біздің мемлекетіміздің енді интеллигенциясы деп есептеуге болады. Мынау өркениетті елдерде, мысалы, мынандай қағидат бар. Сен интеллигентті адам болып, сол мемлекеттің 4 жағдайда ескерсең ғана боласың. Біріншіден, өзіңнің ана тіліңді білетін болсаң, екінші, өзге тілді білетін болсаң, үшінші, өзіңнің ұлттық өнеріңнің бір аспабында ойнайтын болсаң, және де бір спорттың түрін меңгерсең, мен осы мемлекеттің толыққанды азаматым деуге толық құқым бар. Міне сондай қағидат бар. Біздер неге ұстанбасқа? Міне осындай кәдімгідей күй өнерін әрі қарай дәріптеп, осындай еңбектерді жарыққа шығарып, оны мына біздің жас буын жастарымызға көрсетіп, сөйтіп барып кәдімгідей ол сөз жүзінде емес, іс жүзінде бойларына сіңіретін болсақ, нағыз патриоттық сезімдерді оятатын осындай тәсілдер емес пе? Соның ішінде мына күй өнері, домбыраның алар орны өте айрықша. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ, домбыра деген. Өткенде осыны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтып, домбыраға үлкен мән беру керек. Өйткені қазақтың ол символы. Қазақ десе, бірінші домбыра көз алдына елестейді. Тіпті қазақтың концерттері шетелге барсақ та, осы жерде болса да бірінші Құрманғазы оркестрі шығады ғой, керемет. Той болса да, мысалға, әлі де бар, үлкен аскерлерді жайлы тағы да сол күймен әкеледі үлкен асты. Бізде қазақтың қадірлісі үлкен ас, домбыра бәрі бір-бірімен сабақтасып, байланысып жатыр. Сіз осы салада осы Дина Нұрпейісованың зерттеу арқылы күй өнерін насихаттауда үлкен еңбек етіп жатқаныңызды білеміз. Қашан болмасын, Астананың саябағы болсын, мектебі болсын, тіпті бір көшесіне отыра қалып, күйшілеріңіз отырғызып қойып концерт беріп жатасыз. Бұл қандай сезіммен келді? Қай уақыттан? Бұл бұлай ғой, жас кезімізде Қаршыға Ахмедияров ағамыз бірде біздің отбасымызға келіп, докторлық диссертация жазып жүретін, маған мағлұматтар керек деп, менің анамменен сұхбаттасқан жағдай болды. Сол кездерде маған былай деді: ой, Төлеген Жанау, енді бұл кісі шынайы сенің анаң екендігі, ол енді айқын, ешкімнің дауы жоқ. Неге осы кісіні дәріптемейсің? Неге осы кісіні насихаттамайсың деген сұрағына мен былай деп жауап бердім. Бұл кісінің дәл сол мезгілде насихатта жаңағыдай әрі қарай бұны енді таныстыруды, өнерін жалғастыруды кенде болып жатқан жоқ. Фильмдерді шығып жатыр. Мен енді көлденең мемлекеттік қызметкермін ғой. Оған барып кірісіп жатқаным ыңғайсыздау болар деген бір сөз айтып едім, жауап беріп едім. Бірақ маған айтқанда, ай, қан тегін жібермейді, түптің түбінде соған барасың деп. Шынымен солай болды. Мемлекеттік қызметті аяқтағаннан кейін менің алдымда мынандай сұрақ туды: әрі қарай немен айналысам деген уақыттарда дәл осы бағытты таңдадым. Сосын мына республикалық деңгейде күй анасы деген қорды құрып, жоспар жасап, жүйелі түрде қазір енді қызмет жасап жатырмыз. Оның енді жаңа басын өзің айтып кеттің. Ең бастысы мынау 160 жылдығына байланысты анамыздың Астананың Күйші Дина көшесінде ескерткіші орнатылды. Дәл сол жерде 100 күйші композитор аталарымыз бен ағаларымыз, інілеріміз де бар. Өздерінің өнерін елімізге таныстырып, бел ауыртып, танытқан және де қазақ халқы мойындаған адамдарды мәрмәр тасқа қашап, сол жерге мәңгілікке ескерткіш қойдық. Инсталляция жасадық, кәдімгідей домбыраның инсталляциясын 5 метрлік. Сосын мына маслихаттың шешіміменен дәл сол жерді күйшілер менен күйші композиторлар атауын беріп аллея аштық. Міне қазіргі ең басты атқарған жұмыстарымыздың тізбегі осындай болды. Әрі қарай қызметті жалғастырып жатырмыз. Сосын тағы бір айта кетеріміз, біздер мына күй жәрмеңкесін өткізіп жатырмыз. Осыменен 9 күй жәрмеңкесін өткіздік. Бірақ бір ерекшелігі тек қана бұл ескерткіштің басында емес, Жамбыл атамыздың басында да, Құрманғазы бабамыздың басында да осындай өзіміздің еркін форматта. Біздер ешкім шақырмаймыз. Сіздер аруақтар
ау жақта естіп жатсам Динаның шәкірттері келіп жатыр дейді ғой. Иә, солай ғой. Жоқ, ол жердегі ең басты үлкен сезім ғой. Иә, сезім туғызу. Ортақ қазағым деген. Иә, қазақ. Біз мысалы Жамбыл атамыздың басында шарамызды өткізген кездерде Жамбыл атамыздың 16 тілге аударылған екен еңбегі. Соны 8 тілде сөйлеттік оқушылар арқылы. Бір мектептің оқушыларын шақырып. Ал енді Құрманғазы бабамыздың да басында кәдімгідей біріншіден сол жерді кәдімгі абаттандыруға күш-жігерімізді салдық. Содан кейін барып шарамызды өткіздік. Бұл жаңағы неміздің шарамыздың бір ерекшелігі, ешкім шақырмаймыз, біз хабарландыру береміз де, келген халықтың ортасынан бір бәйгеге домбырамызды тігеміз. Халықтың ортасынан, ал, міне, мына домбыра жаңағыда бәйгеге тігілді, осы домбыраны қайсың жеңіп аласыңдар. Міне, орындық, міне, домбырамыз, тартыңыздар күйлеріңізді, мына жерде міне ақсақал ағаларымыз отыр. Солар бағасын береді. Кейбір жағдайда тіпті халық айқайласып, жоқ, халықтың шешімімен. Бұл жігіт емес, анау жігітке беру керек, мынау кәдімгідей, анау жастау деген сияқты сондай несін жағдайдың әділеттік қағидаты осы ғой енді. Куәсі болып жатырмыз. Міне, қазіргі жасаған жұмыстарымыздың несі басы осы. Қадірлі ағайын, бұл Төлеген Қуанышев, мәжіліс депутаты болған, қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері де бол. Сонымен қатар сіз болашаққа үлкен қызмет жасап жатырсыз деп айтар едім. Нағыз мықты мемлекет орнатуға. Мен Израильде, Тель-Авивте болғанда бір мәселені көргем. Мынау депутаттар, оларда да кнессет деген бар ғой. Мемлекеттік қызметтегілер зейнетке 3-4 жыл қалғанда орнын босатып жастарға біз болдық, мемлекетімізге жасадық қызметті деп, енді руханиятқа жұмыс істейміз. Өйткені мемлекет болып тұрып қалу үшін идеология керек және руханият болу керек. Олар жаңағы жоғарғы оқу орындарына барып сабақ береді екен, мектептерге барып мұғалім болып орналасады екен. Үлкен министрлік қызметтерін, әкімдік қызметтерін тастап кетеді жастарға келесі буынға. Біздегілер отырып алмайды, зейнетке шықса тағы да отырып алмайды. Осы дәстүрді мысалға сіз көрсетіп отырсыз, және мектептерге барып, ұйымдастырып, жасап жатырсыз. Осы рухтарды қалай келді? Мынау енді Израиль әлемдегі өте мықты мемлекет қой, кішкентай болса да қаншама территорияны ұстап былай менмін деп отырған ел ғой. Қазағым қалай болады солай? Өте орынды. Мен бұл ойыңызды кәдімгі түгелімен қолдаймын. Олай дейтін себебім әрине мынау адамның жан жүйесі өте бір ерекше ғой. Мемлекеттік қызметке үйреніп қалғаннан кейін, сол жерден босағаннан кейін кейбір адамдар психологиялық жағынан кәдімгідей енді әлсізденіп қалады. Ал енді соны зейнеткерлік шаққа бейнелеу үшін адам өз-өзін дайындау керек. Мен өз-өзімді дайындадым. Алдымда сұрақ тұрды. Немен айналысам деген уақыттарда міне осы мәселемен айналысуға шешім қабылдадым. Енді соның нәтижесі болар, мынау қалалық қоғамдық кеңесіне де мүше қылып сайландым халық атынан. Қазіргі кездерде сол қоғамдық негізде сол жерде жұмыс істеп жатқан жағдайымыз да бар. Өзі тамаша, мына елорда деген не ол? Мысалы, халық, бүкіл Қазақстандағы 20 миллион халық, енді 1 миллион Астанада тұрады десек, 19 осы елордаға қарайды. Астана қалай бет бұрса, Астана қалай көзқарас жасаса, Астана қандай мәдениетті, экономиканы, идеологияны алға бастаса, бүкіл біздің өңірлер, аймақтар соған қарап қозғалады. Солай емес пе? Енді осы Әл-Фараби бабамыздың ізгі қала тұрғындары деген үлкен трактаты бар, сонда жазады. Қала мейірімді, қала ел үшін, халық үшін қызмет еткізсе, адамдар бір-біріне көмектесу керек. Болатын дүниені айтып, өзара отырып, мысалы басшылар, соны талқылап, соны халыққа қажеттілігін ұсыну керек. Мемлекет басшысы айтты ғой, адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін деп. Яғни мемлекет адамға қызмет етуі керек. Сіздер мына қоғамдық кеңесте қалай жұмыс істеп жатырсыздар, халық біле берсін? Енді біріншіден қоғамдық кеңесінің құрамында 30-ға жуық осы кәдімгі белді әртүрлі салалардың уәкілдері отыр. Оның ішінде 2 академик,
ғылым докторлары, білім, мәдениет, экология саласының мамандары. Сосын енді мынау қаланың тұрмыс тіршілігіне өзің жаңа айтпақшы жан жақты, алуан түрлі ғой, бұл енді қаланың соның ішінде елорданың проблемалары кәдімгі шаш етектен. Солардың ішінде әйтеуір қолымыздан келгенше олқы жерлерін айқындап, сол жерге бір талқылайсыздар ма енді қаланың проблемасын? Проблеманы көтеру оңай ғой. Баса қаланың тұрғындары да біле берсін. Сол проблеманы шешу жолдарын айтып, көрсетіп, өзіңнің тәжірибелерің, сол жердегі кеңестің мүшелерінің тәжірибелерінің негізінде мына мемлекеттік жауапты қызметкерлерге жеткізу ол бір кәдімгі үлкен дүние. Мысалы, біздер енді талай кәдімгі қызметтерді атқарып жатырмыз деп айтуға толыққанды болады. Солардың ішінде мысалы мектептердің жағдайы. Қазіргі кездерде мектептерді электрондық жүйелерді түгелменен қамсыздандыру мәселесі. Бір, екінші көп балалы отбасыларға көмек жасау. Мақсатты түрде мемлекеттік тұрғысынан қаладағы тұрып жатқан. Екіншіден енді өзіме келетін болсақ, осы жылдың басында қаланың орынбасарларымен кездескен кездерде Күйшідина көшесінің бойында ар жағында бір 700 метрдей жер, енді қаланың ортасында ғой, Мирас мектебі менен жаңағы шіркеудің екі ортасында. Жол деген тіпті кәдімгідей енді жол деп айтуға болмайды. Сол жерді, сол проблеманы көтердік. Енді жөндеу керек қой деп. Міне сүйіншісі кешелі бүгін сол жер кәдімгідей жолға асфальт төселіп, қазір елорданың азаматтарына кәдімгідей әп-әдемі жолменен жүруге мүмкіншілік болып жатыр. Міне осындай сәл болса да жаңа қаланың өркендеуіне біздің әйтеуір ықпалымыз тиіп жатқан жағдай. Енді қала келген адам қателеспеу керек. Кегізі біздің көшелеріміз саналуан былай өтіп өзгеріп жатады. Мысалға кезінде мен осы Астанаға 97 жылы келгенде Ленин көшесі болатын. Қаладан кіре берісінен Қарағандыдан шығып кететін неге Арқалыққа қарай, сол Ленин деп аталатын. Қазір соны Абайға, Кенесарыға және де Шәкәрімға үшке бөліп тастады. Сонда Ленинге бір Кенесары, Абай, Шәкәрім үшеуін бөліп тастады. Не себептері бар? Немесе Сарыарқа. Біздің Астананың өз келбеті болу керек қой. Европадағы қалыптасқан кейбір қағидаттар олардікі өз заңдылықтары. Енді өзінен көпір өтсе ол кезінде салынған көшелер, сосын көпірді кім салады, соның атына қояды. Ана көшені оларды есептеген, көшені ауыстырмаған, өйткені оғанда бюджеттен ақша кетеді дегенде екі көшені екі жақтаған қалтыра салған. Біз деген бір көшені аламыз да көпір бар деп үшке бөліп, бір аталған жаңағы белгілердің бәрін ауыстырып, керісінше бюджеттің қаржысын шашамыз. Біздің өз келбетіміз, өзіміздің ұлттық қағидатымыз, көзқарасымыз болу керек емес пе? Өте орынды көтеріп отқан проблемаңыз. Оны менен біздерде талай кәдімгідей күн тәртібіне қойып талқылаған жағдайымыз болды. Енді бұл енді бұрын соңды қалыптасып қалған бір қағидат. Жоқ, енді соны біз тәуелсіз елбіз ғой, енді совет заманда қалыптасты. Біз тәуелсіздік алдық, енді біз тәуелсіз елдің азаматтарысыздар. Айту керек қой, енді біз өзіміздің жолымыз бар. Елорда, біз жасасақ Елордада, бүкіл Қазақстанда солай жасайды. Мен бағана айтқанымдай. Бар, оны кәдімгідей мысалға келтіруге болады. Талай көшелер кәдімгідей бір 4-5 көшенің қиылысыменен ар жағы бір атау, бер жағы бір атау. Ол ма? Адам шатасып кетеді. Ол ма? Кейбір үйлеріміз бар. Бірінші үйменен 16-шы үйдің арасы кәдімгідей жарты шақырым жер болады. Дәл осы бұл мәселені әрине кәдімгі жүйелі түрде өзінің бір тәртібіне келтіру керек сияқты. Адамға қала қолайлы болу керек. Соны Әл-Фараби баяғыда трактатты сол үшін жазып кеткен ғой. Мейірімді қала, зиялы қала. Қанша әкімдер келіп жатыр. Енді солар бір жолға салып кетсе, сол әкімді солысымен еске алады. Бізде қалада бәленбай әкім келді, кім не істеген. Енді бюджеттің ақшасына үй тұрғызу, бюджеттің ақшасына көше салу деген ол кезген адам жасай алады. Мысалға ақшасыз жасап көр, ақшасыз руханиятты өзгертуге болады. Өйткені жүректер
жүрекке жазу енгізуге болады руханиятпен. Солай ғой енді. Енді мынау сіз де міне ақшасыз жасап жүрсіз ғой, осыны ешкім сізге ақша бөліп жатқан жоқ. Дина Нұрпейісовна. Бұл енді өте орынды проблема. Мына бүгінгі біздің жаңағыдай немізді хабарымызды көріп отқан сол жауапты адамдар ойланатын шығар. Мен енді соған тағы бір қосып айтарым. Мынау қазір қалта телефонында жаңағы Тогис деген бар. Қаланың жауапты адамдары Тогис бар ғой деп жаңағыдай қазір тіпті анау үйлердің нөмірлерін мына көшеге жақындаған кездерде келесі көшенің қандай көше болатындығы жөнінде тағысын тағы басқа бір жол шыбай келе жатқан тіпті басқа елдің адамдарға бағдар беретіндей мүмкіншіліктер туғызуымыз керек. Кейбір көшелерде бар, көбінесе ондай белгілер көшелердің атауы ілініп келе жатқан кездерде бағдар беріп жатқан жоқ. Енді Европаның әрбір көшесінде бір шақырым жүргенде картасы тұрады, адамдар шатаспас үшін. Өйткені біз қазір туристерді шақыру керек. Мына кіші шағын бизнесті көтеруіміз керек. Енді Дина Нұрпейісованың көшесі бар, сіз қоғамдық кеңестің мүшесі. Дина апамыздың мысалға белгілері тұру керек әр жерде, мұражайлар болу керек мысалға, келсеге ол кісі мына жерде ән орындаған жазып қою керек, ел білу керек осындай керемет күйдің құдіреті. Осыған оралсақ, Дина апамыздың өмір баянынан сәл тоқталсаңыз, енді қанша дегенмен де шөберелік бір туысқандығыңыз бар ғой. Не қасиеттері болды бұл кісіде? Енді көптеген қасиеттері бар ғой. Анамыздың енді, мен енді өзімнің анамнан естіген бірер деректерді еске салайын. Біріншіден анам былай дейтінді. Біздер мынау Құдайберген Ахмет Жұбановтардың отбасына біздер кәдімгідей қарыздарымыз дейтінді. Мен айтам, Ахмет Жұбанов қайда, Дина Нұрпейісова қайда, нағып біздер оларға қарыздардым десек, ол кісі бедейтінді. Егерді 74 жасында анау Бекетай ұғымынан ол кісіні Алматыға Ахмет Жұбанов алдырмаса, сенің әкең Ақтөбеден Алматыға келмесе, сол жерде біздер бас қоспасақ, сендердің дүниеге келулерің екталайды деп жаңа қалжыңдайтынды. Сол себепті осы мына Ахмет Жұбановқа да бір атамызға нақтылы бір баға беретін кез келді. Осы Астанамызда көше бар, бірақ сол кісіге бір белгі ескерткіш қоятындай бір ойлар соңғы кездері айтылып жүр. Соныменен қазір бағдар алып жатырмыз. Екіншіден, ескерткіштің орны ол ескерткіш қой. Әрине, ол халықтың жаңадай көркіне өзіне әсемдік береді, бірақ ескерткіш тек қана ескерткіш болып қалмау керек. Сол ескерткіштің маңайында сөйлеп тұру керек қой. Жоқ, ол былай тұрсын. Ол жерде кәдімгідей шаралар өтіп тұру керек қой. Мысалы, Қошқарбаев атамыздың басында, Бауыржан Момышұлы атамыздың басында, тағысын тағы басқа сондай ескерткіштер көп. Ал енді солардың Әл-Фараби бабамыздың басында, ал солардың маңайында сол кісілердің кәдімгідей ілімін әрі қарай насихаттап, жастардың бойына сіңірту, олардың шынайы осындай ұрпа аталарының бар екендігін білдіру, ол біздің парызымыз, біздің міндетіміз. Ал ол кәдімгідей сөз айтып, сендер сондай болыңдар, бұндай болыңдар дегеннен гөрі, ана жерден нақтылы мысалменен біздер кәдімгідей патриоттық сезімдерді бойларына сіңіртер едік. Ой шіркін, қаланың жауапты адамдары әрбір ескерткіштің түбінде жылына 5-6 осындай шаралар өткізілсін деп жаңағыдай міндеттесе, кәдімгі қаламыз. Сіз енді қоғамдық кеңестен сондай осы айтып жүрміз. Мәжілісте қабылдатып жүрсеңіз, маслихатта, ол енді орындалатын оған бюджет бөліну керек, оған жауапты адамдар тіркелу керек, мемлекеттік қызметкерлер сол үшін керек қой. Енді жалпы төке айтайын дегенім, біздің бағдарламамызда көзқарасты бір дәстүрлі сұрағымыз бар хабардың аяғында. Ол енді мынау еліміз қазір, осы сіздің айтып отырған шаруаңыз бағанан бері, біздің айтып отырған мәселелеріміз, қоғамды мазалап жатқан мәселелер, осының бәрі мынау әділеттілік орнағанда жүзеге асады. Әділетті Қазақстан қандай болу керек? Осы туралы сіздің көзқарасыңыз. Енді әділеттілік дегеніміздің өзі бұл заңның жүзеге асуы ғой. Біздің заңымыздың сапалылығы, біздің қабылданған заңдарымызды қай өңір болмасын, қай сот болмасын, қай прокурор болмасын, қай кәдімгі заң қызметкері болмасын, барлығы бір түсіну керек.
және де орындалған кездерде әрбір өңірде жаңағы сотқа байланысты яки болмаса бір қызметкерлерге байланысты бір жерде кәдімгідей бір жаза, екіншіде басқа жаза, үшінші жерлерде басқа жаза. Олай болмауға тиісті. Біздер заңдарымызды қабылдаған кездерде кәдімгідей барлығымызға түсінікті, бір түсінікте болу керек. Сонда ғана біздер алдағы уақыттарда, менің ойым заңгер ретінде осындай кәдімгідей құқықтық мемлекетті құруға негізіміз болады. Олай дейтін себебім, тіпті кеше шет мемлекеттің инвесторлары келген уақыттарда да олар осы мәселені көтерді. Біздер заңға жүгінуіміз керек. Заңның орындалуына. Сол кездерде де жаңағыдай қазіргі беріп атқан инвестициямыз одан да асып түсіреді дегендей ойлар айтылды. Мен толығымен оларды қолдаймын. Сол себепті құқықтық әділетті мемлекетті құру үшін біздер осыған қатты назар аударуымыз қажет. Ол үшін парламенттегі қабылданатын заңдардың сапасы өте биік болуға тиісті. Рахмет сізге, қадірлі ағайын. Бүгінгі біздің қонағымыз мемлекет және қоғам қайраткері Дина Нұрпейісовтің мұрасын зерттеуші, ашығын айтсақ рухани танушы Төлеген Қуанышев болды. Келесі кездескенше, қадірлі ағайын.